Мен бұның барлығын популизм үшін жасап жатырған жоқпын. Популизм үшін төлейтін ақшам да жоқ. Болашақта жоғары жақтан саяси орындардан көрмейміз ғой, мүлдем. Ондай мақсат ниетпен жүрген жоқпын әзірге, бірақ елім үшін, мемлекетім үшін қажеттілігім туындап жатса қашанда дайын. Қоғамда сізді жергілікті биліктің арнайы дайындаған адамы деген де түсінік бар. Жеке араласымыз, оның үстіне жемқорлығымыз мүлдем жоқ. Сіз де мүмкін жақын арада болмаса бір 10 жылдықта елдің қамы үшін тоқал алып қалуыңыз мүмкін бе? Мен қарсы емеспін. Біз рухани жаңғырып жатырмыз ба? Мен қазіргі рухани жаңғырудың қадамына көңілім толмайды. Киркоровтар күн сайын тағжалаңаш жүріп, неше түрлі балаға сөздер айтатын әндермен келіп, сол рухани жаңғырып кетті дегенде мен ана жерде ызаланамын. Қалайсыз? Жағдайым жақсы. Көңіл күйіңіз ше? Тамаша. Бүгінгі сұхбатқа дайындалып келдіңіз ба? Тыңдаймын да, жауап беруге дайынмын. Жалпы сіз қандай адамсыз? Мен? Сізді әлеуметтік желіде өзімшіл адам деген бір пікір оқығам, келісесіз бе? Енді әркім өзінше ұғынады ғой. Бірақ мен қашанда ашық, қашанда қарапайым адам болуға тырысам. Бәлкім алғашқы келбетім сондай ойға жетелейтін шығар. Өйткені мен жағымпаздықты жақтырмаймын. Мен барынша тура болуға тырысам. Демек ешкімге жағымпазданбайсыз? Мүлдем. Қоғамдық өмірге неге келдіңіз? Бизнесте жүріп сізді кәсіпкер ретінде білетін едік бұрын. Қоғамдық өмірге келуім бұл жалпы жүрегімнің қалауы деуге болады. Жалпы бұған дейін ұлттық мәселе, жер мәселесіне байланысты өзімнің ашық ойларымды айтқан болатынмын. Үнемі бір тақырыптарды қозғайсыз, тіл, дін, әдебиет, мәдениет, сондай бір саладағы бір түрлі билікке барудың жолы емес пе бұл болашақта? Мен де ондай әңгімелерді естігемін, бірақ өзім түсінбеймін. Мен билікке, қазіргі билікке араласым жоқ, және араласым келмейді. Болашақта көре жатармыз, көріп келемеспін. Бірақ бұл менің өзімнің жүрегімнен шығып жатырған іс-қимылдарым. Демек, сізді болашақта жоғары жақтан саяси орындардан көрмейміз ғой, мүлдем? Ондай мақсат ниетпен жүрген жоқпын әзірге, бірақ елім үшін, мемлекетім үшін қажеттілігім туындап жатса қашанда дайын. Соңғы кезде қатарынан бір емес, бірнеше би кештерін өткізіп кеттіңіз. Бұны не үшін жасап жүрсіз? Мен өз қолымнан келген жақсылықты халыққа жасағым келеді. Мен көп жағдайда проблемалық мәселелерді қозғап кеттім. Маған сен оппозиционерсің дегенде мін таққан азаматтар болды. Оның бағанағы позициялық мақсатымды жан-жақты көрсету үшін мен халыққа көңіл күйін көтеріп, проблемаларды бір жолға ұмытқызып, сол жастық кезінің әндерін оралтқым келді. Өйткені олар қазір түрлі стресстердің құлдары ғой. Әлеуметтік стресс, үйде, жұмыста стресс. Және бұл шара бұрын соңды елде болмаған көрінеді. Халық үшін мынандай деңгейде дискотека жасалып көрген жоқ. Соны да бір алғашқылардың бірі болып өткізгім келді. Қанша қаражат жұмсадыңыз? Бұл жерде бюджеттен ешқандай тиын шыққан жоқ. Бұл жерде әкімшілік ресурс деуге болады. Қала әкімі Әлимұхамед Құттымаратұлының біздің ұсынысымызды қабылдап, оның жүзеге асу үшін жан-жақты жағдай жасағанын айтуымыз керек. Фермалар, жарық, дыбыс, күшейткіштер, оның өзі бірталай мәселе, бірақ барлығы шешілді. Жергілікті полицияда бізді түсіністікпен қабыл алып, шараларымызды өткізуге рұқсатын берді. Әр жасаған жақсы шараңыз үшін болмаса бір халықтың көңілінен шығатын нәрселер жасаған кезде қандай сезімде боласыз? Ләззат сезімін аламын. Халықтың қадірі мен үшін үлкен сый, халықтың алғысын алу, үлкен рухани энергетика береді маған. Экологияға не үшін келдіңіз? Экология саласы неге сізді толғандырды? Бұған дейін мүлдем ол туралы жазбай жүр едіңіз. Бірінші жер туралы жаздыңыз. Одан кейін жайлап экологияны қозғай бастадыңыз. Бейне баяндар деуге болады. Экологияда бағана айттым ғой, өміріміздің негізгі алғы шарты ол таза су, таза жер деп. Өзімнің мамандығым тарихшы географ болғандықтан бұл тақырып маған жақын болды. Әрине, ол тақырып оңай емес. Қазіргі қалыптасқан жүйеде бағанаға алып мұнай компанияларына қарсы сөз айту
үлкен жүректі де қажет етеді, үлкен тұғырлықты да қажет етеді, бірақ енді көп арасынан біреу шығу керек қой деп ойлаймын. Сондықтан белді бекем болып, біз осы халықтың мүддесін қорғау жолында жүрмін. Бір шаруаны бітіріп төңкеріп жатыр деген жоқ, бірақ су тасты жумайды деген бар ғой. Газ анализатор алдық, белгілі өсімдіктерде экологиялық қасиеттер бар, дәріптеп насихаттап жүрміз. Қолдан келген шара осы. Мұнай компаниялары деп айтып қалдыңыз, мұнай компанияларының экология саласына көптеген қаражат бөлетінін білеміз біздің мұнайлы Астанамызда. Мүмкін бұл сол экологиялық жоба, тың жобаларды жасауға арналған бір қадамдар шығар. Мен қазір экологиялық тың жобаларды бастап соны аяқтамайынша көздеп отырған жоқ. Қала әкіміне, облыс әкіміне қалада стационарлы онлайн бақылау жүйелерін орнатуды ұсынған болатын. Ауаның 7 түрлі параметр бойынша әлемнің кез келген жерінде кез келген азамат, біздің елге қонаққа келетін қаншама гастарбайтер азаматтар бар. Олар біздің ауамыздың құрамын біле алады, концентрация мөлшерін біле алады, желдің бағытын, оның жылдамдығын, ауаның ылғалдылығына дейін, қысымына дейін көптеген мәліметтер білер еді егер ол жүйені қоссақ. Бірақ өкінішке орай әзірге биліктің тарапынан қолдау жоқ деп айтылған. Бұған заңдық негіздеме бар, өйткені Қазгидромет мекемесі ғана ресми осындай қызметтерді көрсете алады. Бірақ бұл жерде біз альтернативалық жолды ұсынып отырмыз, өйткені кез келген салада система противовесов деген бар. Мысалы, құрылыста авторский надзор дейді, басқа, яғни екі жақты ой болған жағдайда ғана біз ақиқатқа жете аламыз. Жоқ, ол түсінікті. Сіз қоғамдық бірлестікте қазір экология саласын қозғап жүрсіз, қоғамдық бірлестікте барсыз ба? Қоғамдық бірлестікте болдым, Байтақ болашақ экологиялық альянсында. Қазір өзім жеке тұлға ретінде осы мәселелерді қозғап жүрмін. Демек ешқандай лотқа дәмелі, әзірге дәмелі емес, бірақ көпшіліктің сұрауы бойынша ондай қоғамдық қорды немесе қоғамдық ұйымды құру негізі ойда бар. Оның мақсаты бағанағы ауызды майлау емес, өйткені қазіргі бастамалардың көбі ол әлеуметтік бастамалар, яғни оның тиын-тебеніне дейін сол жұмсалатын жұмысқа кетеді. Бірнеше пайызы жалаққа бөлінеді. Мысалы, негізінде, егер сіз экологиядан лот алып жатсаңыз, сол берілген жалақыны аласыз ба деп, барлығын экологияға жоқ, ол онда шамалы бөлігі ғой, ол әрине ондай ішінде болу керек деп ойлаймын, өйткені жұмсалған уақыт бар ғой. Еңбек бәрібір төлену керек дейсіз ғой. Әрине. Негізінен әлеуметтік желінің көп белсенділері өздеріне атақ жинау үшін, танымал болу үшін осындай проблемаларды қозғап жатады. Демек, сіз бұл тізімде жоқсыз ғой, Мен бұның барлығын популизм үшін жасап жатырған жоқпын. Популизм үшін төлейтін ақшам да жоқ. Көп жағдайда қазіргі кейбір билікке жақын азаматтар қалталы болып келеді де, олар популизмді бір өзін пиарлаудың әдісі жасап отыр. Және адамның шынайы пиғылма популизм болып көрініп тұрады ғой. Оны маған беретін халық. Мен популизммен айналыспаймын. Бір жазған постыңыз ең көп дегенде қанша лүпіл жинайды және қанша адам бөліседі онымен? 50 мың, 60 мыңдай адам көріп тұрған посттарым болды. Орташа алғанда 30 мыңдай адам көреді. Кейбір келелі мәселелерді 1000-жарымнан астам репост бөлісу болды. Демек, сізге осы уақытқа дейін жарнама да түскен болар, Маған жарнама түскен жоқ. Мүлдем жарнама түскен жоқ. Түскен жағдайда жарнама жасайсыз ба? Жоқ, мен өзімнің Фейсбуктағы әлеуметтік парақшама мұқият қараймын. Әртүрлі нәрсемен оны толтырмауға тырысамын. Маған көп жағдайда қазір экологиялық ахуалға байланысты көмек сұрап қаншама адам жазып жатыр. Мен бір жағдай емес, мен бір ауқымды іс-қимыл жасауға тырысамын, ол жалпы экологиялық ахуалды түзеу. Біз білеміз, әлеуметтік желіде бір артық пост шығып кетсе, барлығы негізі бақылауда отырады ғой. Сіз бір жазған жазбаларыңызды жергілікті биліктен болсын, одан да жоғары жақтан болсын, алып таста, бұл болмайды деген кездер болды ма? Жазба мұндай. Ешкім шекеден соғып, қолмен көрсеткен жағдай болған жоқ. Енді жер дауынан кейін мен бір екі сөз айтқаным бар. Сол кезде
тиісті органдардың азаматтарымен сөйлестік, бірақ олар менің пиғылымды білгісі келді, және көздері жетті деп ойлаймын. Одан кейін ешкім маған хабарласып мазалап көрген жоқ. Мен жалпы ішкі саясат бөлімінің мамандарымен, биліктің, жергілікті атқарушы биліктің өкілдерімен қашанда ашықпын. Менің ішінде айтатын сырым жоқ, айтатынымды айтам. Қоғамда сізді жергілікті биліктің арнайы дайындаған адамы деген де түсінік бар. Осындай пікірді әлеуметтік желіде көзім шалған. Бұл қаншалықты шын? Бір жақында дұға қылыңыздар дегенде, бұл жерде астафиралла деген келеді. Кім мұны айтып жүр? Менің жиі билікті сынға ұшырататынымды көрмей ме екен деген ой келеді. Рас, мен... Бірақ биліктегілермен бәрібір доссыз ғой. Сынға ұшыратасыз, бірақ доссыз. Мен диалогқа қашанда дайынмын. Егерде шақырып жатса, қолымнан келген көмегін аяуға қашанда қарсы емеспін. Біріккен жобаларымыз да бар, бағанағы айтып өткендей. Бірақ сонымен тамам ешқандай жақындығым жоқ. Шынайы достығым да жоқ, оның ішінде азаматтармен. Бірақ араласасыз. Араласады деген, ол тек қана мәселе бойынша, жұмыс бойынша араласамыз. Бірақ жеке араласымыз, оның үстіне жемқорлығымыз мүлдем жоқ. Демек, қоғамдағы бұл пікір жаңсақ пікір ғой, иә? Бұл негізге сай келмейді пікір. Елінің ұйытқысын, халқының бірлігін ойлайтын азамат ретінде Қазақстанда қалудың 3 себебін атаңызшы. Әр адамның ғұмыры, өмірі өзінің қолында. Оған біз бейт-сүйт деп айта алмаймыз. Дегенмен де біз жанашырлық көрсетіп, оған біріншіден туған жерім дер едім. Туған жердің энергетикасында жер болмайды. Одан кейін өсер белім дер едім. Басқа жақта сен қалай дегенмен жат боласың. Сен өйткені көпшілік басқа ұлттың арасында өмір сүресің. Өзіңнің идентификацияңды таба алмай сағынып жүресің. Үшіншіден, аталарымыздың тұяғы тиген туған жерге көз жұмылған жағдайда оралу оның өзі бір бақыт деп есептеймін. Айдалада көмілмей, өзіңнің туған жеріңде көмілген үлкен мағынасы бар дүние. Сонда біз өміріміздің бір мән мағыналық жағы осы деп, туған жерге деген құрмет, туған жерге деген сүйіспеншілік. Сізді қазір не толғандырып жүр? Мені толғандырып жүрген қара басымнан гөрі ұлттың мәселелері, тіліміздің тұғырлығы, ұлтымыздың бай қуатты болуы, бақытты болуы, оның шынайы ерікті болуы мені толғандырады, оның болашағы толғандырады. Кәсіпқой боксшымыз Головкиннің соңғы жекпе-жегін көрдіңіз ба? Әрине, таңмен тұрып, көзімізді уқалап тұрып, соны көруге тырыстық. Жеңілісі туралы не айтар едіңіз? Әртүрлі пікір бар қоғамда. Сатып алған, Головкин мүлдем өзіңіз естіген шығарсыз? Кәсіби спортшы емеспін, дегенмен мен спорт шолушысы болып қызмет еттім. Мен спорт десе ішкен асымды жерге қойдым. Өзімнің пайымым, егерде менен ешкім сұрамайды ғой енді маман ретінде, бірақ өз пайымым, Головкин біріншіден жасы келді, екіншіден екеуі тең түскен көрінеді. Енді әркім әртүрлі санап жатыр. Головкин жеңді дейді, Альварес жеңді дейді. Бірақ бұл жерде бизнестің иісі шығады. Қалай дегенмен, ол шетелде спорт емес, ол таза тұрған шоу. Және өзіңіз білесіз, Мексиканың халқы бізден 10 есе көп. Яғни ол пайданы 10 есе көп табатын жерден оларға Қазақстанға жеңісті берудің де сол бизнестік қажеті жоқ деп есептеймін. Бірақ трилогия болады деп жатыр, мен ойлаймын, енді үшінші рет кездесіп, бәлкім Геннадийді жеңіп кетер деген үмітіміз бар, үмітсіз шайтан ғой. Осы әлеуметтік желіге өз пікіріңізді жазып, қоғамдағы мәселелерді қозғағалы бері танымалдылығыңыз артқанын мойындайсыз ба? Енді мойындауға тура келеді. Тоқал алуға қалай қарайсыз? Бұл еліміздегі өткір сұрақ қой, қазіргі қазақ қоғамдағы өткір сұрақ. Бірақ мен айтар едім, егерде азаматтың халы тартса, біріншіден алуына болады, ол да ұрпақ үшін. 20 ғасырда әлемде қазақ халқындай қасірет шеккен ел жоқ. Біздің халқымыздың 70% құрдымға ұшырады, мерт болды. Сондықтан қазір мынандай ұланғайыр территориямызда біз саусақпен санарлық 11,5 миллион халықпыз. Сондықтан біз осы территорияны
жанға толтыруымыз керекпіз, малға толтыруымыз керек. Жеріміз кең, өзіңіз қоғамдық белсендісіз, елдің қамын ойлайсыз. Сіз де мүмкін жақын арада, болмаса бір 10 жылдықта елдің қамы үшін тоқал алып қалуыңыз мүмкін бе? Қазір тоқал алатын жағдайым жоқ. Айттыңыз ғой. Қазір жағдайым жоқ. Кәсіпкерсіз, Кәсіпкердің де ірісі бар, банағы тегісі бар, ондай ірі кәсіпкер емес. Мен енді үндеу жасап отырған жоқпын, өзімнің ойымды айтып отырмын. Бірақ бай-қуатты азаматтар болса неге болмасқа, және асыл тұқым деген, текті тұқым деген ойлар бар, ұғымдар бар. Мен қарсы емеспін деген ойымды айттым. Қарсы емеспін, мүмкін болда болып қалу мүмкін деген, жолдасыңыз қолдап жатса. Ол айттырмын, ол елдің идеологиясы өзгеру керек ол үшін. Түсінігі өзгеру керек, идеология өзгеріп, рухани жаңғыру сияқты насихаттаса, онда ондай жағдайлар өз-өзімен заңды түрде орын алады деп есептеймін. Сөзіңізден ұстаймын, рухани жаңғыру деген не? Біз рухани жаңғырып жатырмыз ба? Дұрысында рухани жаңғыру керемет дүние. Біз рухани жаңғырып жатырмыз ба? Мен қазіргі рухани жаңғырудың қадамына көңілім толмайды. Киркоровтар күн сайын тыржалаңаш жүріп, неше түрлі балаға сөздер айтатын әндермен келіп, сол рухани жаңғыртып кетті дегенде мен енді ана жерде ызаланамын. Қазақ қыздарының шетелге тұрмысқа шығуына қалай қарайсыз? Қоғамдық белсенді азамат ретінде қоғамды. Мен өзім осыған байланысты бейне баяндар түсіріп ойымды айтқан болатын. Ол жерде негізінде қазақ қыздарының қытайлық қалталы азаматтарға саудалап жатырғандығы жөнінде оған өзім ойым білдірдім. Қазіргі заманда біз оған заңмен шектеу қоя алмаймыз, өйткені өркениетті, мәдениетті алдыңғы қатарлы елдердің қатарына қосыламыз дейміз. Бірақ дегенмен де біз оған қандай шаралар жасай аламыз. Ол азаматтардың тек ішкен жеген ойлайтын азамат емес, ақыл ойы, көкірегі ояу, бір еңбекқор, сондай қазанат болғанын қалаймыз. Өйткені қазір бәсекелестік заманы. Қызда өзі таңдауға жүрек қалауын кімге ұсынады, оны өзі біледі. Сондықтан азаматтарымызға біріншіден белсену керек. Бірақ әрине кей жағдайда біздің жігіттердің қалтасының шұрық тесік болғанына билікті де кінәлап жүрміз. Өйткені кім бай қазақ жігітіне шыққысы келмейді, бірақ оның позициясы, оның өмірде алатын әлеуметтік орны төмен болса, ол да қыздың таңдауына септігін тигізеді. Мен енді бұған жан дүниемен қарсымын, бірақ заңнама жүзінде біз оған шек қоя алмаймыз. Тағы да бұл бәсекелестікке келіп түседі. Егер билікке барсаңыз, ең бірінші нені өзгертер едіңіз? Билік дегенің өзі пирамида ғой. Сенің үстінде де билік бар, соны ескеру керек. Басшылықтың басшысы бар. Дегенмен, жаңа бір қоғамның белсендісінен келген билік азаматы ретінде нені өзгертер едіңіз? Ең бірінші. Мен айттым ғой, қазіргі жүйеде бірдемені өзгерту қиын болады. Барлығы бір жалпы тұжырымдамаға, бағдарламаға сүйенеді. Сен тек орындаушы боласың, механизм боласың. Ол жерде енді қолдан келген мәселе тәбет астың кезінде келеді ғой, сол жерде айтпасам, мен енді қазір ойымдағы нәрселерді ашығынан айтып жүрмін, мен жасыратын ештеңем жоқ. Қолдан келсе жасауға тырысамын. Бірақ мен қазіргі билікке барғым келмейді. Өмірде неден қорқасыз? Алтынай, менің айтарлықтай фобияларым жоқ. Бірақ ақыл иесі түзу адам кейбір нәрселерден қорқу керек. Біздің елде мен жазықсыз жазалы болудан қорқамын. Пара алудан және пара беруден қорқамын. Сондай-ақ біздің еліміздің, ұлтымыздың болашақта жойылып кетпей ма деген қорқынышы мен қай кезде де мазалайды. Осындай нәрселерден қорқамын. Енді Қарабастың қорқатын нәрселер көп қой. Қарабастан қорқатын нәрселер көп па? Ол Қарабас дегенде кім қорқпайды? Жол апатынан кім қорқпайды? Ұйқыдан тұрмай қалудан кім қорқпайды? Үйтіп қорқатын нәрсе көп қой деп отырған, бірақ менің шынайы қорқатын, үрейін туғызатын осы үлкен мәселелер. Сіз үшін өмірде не ұят? Мен ішінде ұялып жүрген нәрсе, ол өз елімізде жүріп, өзге тілде сөйлейтініміз ұят. Сосын мынандай алапат байлықтың үстінде отырып, халқымыздың жоқшылық көріп отырған ұят. Халқымыздың аузынан жырып, ысырап қылып, үлкен той жасаулар ұят.
сосын ер азаматтың сөзіне тұрмау ұят. Сіз бала кезіңізде нені армандадыңыз? Мен қиялшылмын, атым айтып тұрған шығар. Көп нәрсені армандадым. Шөпір болуды, космонавт болуды армандадым. Ал қазіргі армандарым тағы да бір сондай ұлылыққа әкелетін шығар. Банағыдай риторикалық сондай бір үлкен нәрсені айтып отырсыз дейсіз, бірақ сол халқымның бай қуаттылығы, халқымның шынайы бақыты, мен оның бақытсыздығын көріп жүрмін. Менің нәресте кезімде анам айтады, өсе келе білдім, бір қатты ауырып, мені дәрігерлер бұл адам болмайды өлді деп мұзға лақтырып тастаған екен. Анам содан беріспей, міне алдарыңызда отырмын. Мен ойлаймын, екінші рет дүниеге келген адам оған жүктелетін салмақ үлкен деп ойлаймын. Сондықтан бәлкім мен соны сезіне қарапайым адамнан гөрі көбірек жасағым келеді, елім үшін, отаным үшін. Елім, дінім, тағы да қайталаймын. Бұл депутаттардың әңгімесі емес қой, Ұқсауы мүмкін. Ұқсайды. Бірақ сөз бен істің банағы үйлесімі бар ғой. Оны тағы да бағасын беретін халық. Бүгін неден шектелдіңіз? Мен бүгін ештеңеден шектелген жоқ. Сізбен керемет сұхбат беріп отырмын. Билікке барып келдім түске дейін. Ойыңызды айттыңыз, ойымды айттым, ағынан жарылдым. Рахмет, ағынан жарылып, әдемі сұхбатқа келіскеніңізге. Жұмыстарыңыздың барлығына сәттілік. Сіздің де бұл бастамаңыз керемет. Бар болайық, бір болайық.